Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Сіздермен бірге Жұлдыз және менің балаларға қатысты пайдалы кеңестерім. Бүгінгі тақырыбымыз өткенде айтып өткендей, кішкентай балаларда температураны қалай дұрыс түсіруді айтатын боламын дегенмін. Бүгін соны айтып өтемін. Балаларда температура көтерілген жағдайда міндетті түрде өлшегішпен, градусникпен өлшейміз. Неліктен дейсіз ғой, не үшін? Өйткені 38 градусқа дейін температураны физикалық түрде басуға болады. Ал 38-ден жоғары болса физикалық түрде басу өте қиынға түседі және ол ұзаққа дейін бармайды. 38-ге дейін температура көтерілсе балада, кішкентай емшектегі балада ең бірінші физикалық әдістермен түсіретін боламыз. Яғни ол үстіндегі қалың киімдерін шешеміз, памперсін және де шешеміз, үстін өзіміздің қол жуатын жылы сумен, міндетті түрде жылы сумен обтирание жасаймыз, сылаймыз, сумен сылаймыз, яғни баланың денесін жалаңаштанып қойып сумен сылап шығамыз. Әсіресе мойындарын, кеудесін, қолтық астын, шат аралығын бір сүртіп шығамыз. Ол тез кеуіп кетеді. 38-ден жоғары болып жатса, қызу түсіретін дәрілерді тағайындаймыз. Қызу түсіретін дәрілер көбінесе ата-аналар білмей жатады. Инструкциясын оқиды. Біз аламыз дәрі, мысалы, біз дәрі аламыз да инструкциясын оқып шығамыз, көз іліп шығамыз. Инструкциясында айтпаған килограммына бересіз деп, ол жерде жасына айтқан, жасына бересіздер деп айтқан. Мысалы, 1 жасқа дейінгі балаға осынша миллилитр деп айтқан, айта салған болды. Нурофен болуы мүмкін, ибупрофен, ибуфен, тайлол 10 миллиграмм килограммына дұрыс тағайындаймыз. Мысалы, делік баланың салмағы 12 килограмм. 1 жас баланың салмағы 12 килограмм. 12 килограммды көбейтеміз, 10 миллиграмм килограммға көбейтеміз, 120 шығады. 120-ны бөлеміз 20-ға. Не үшін 20-ға бөлеміз дегенде, 20 деген ол 1 миллилитрдағы болатын 20 миллиграмм. Сол 20 миллиграммға бөлеміз. Бізде шығады 12-ні 10-ға көбейтеміз 120, 120-ны бөлеміз 20-ға, ол 6 миллилитр шығады. Яғни біз бір реттік разовая доза дейді, ол бір реттік беретін дозамыз 6 миллилитр болып табылады. Біз шприцқа жинаймыз. Өзінің ішінде шприц болады, ол арнайы. Соған 6 миллилитр жинаймыз. Бір жастағы балалы 6 миллилитр береміз. 2 миллилитр емес, 2,5 емес, 3,5 емес, 3 емес. 6,6, 2 рет, яғни бір жинаймыз, тағы береміз, 2 рет тағы жинаймыз, береміз. Ол шыдайды, 6 сағатқа шыдайды. Ата-аналар дозаны есептеуіміздің себебі балада передозировка болмас үшін. Парацетамол жайлы. Парацетамол таблетка түрінде 15 миллиграмм килограммна деп есептеп береміз. Үлкен адамдарға беретін дозаны балаларға беруге болмайды. 1 жастағы бала 12 килограмм. 12 килограммды көбейтеміз 15-ке және бөлем 24-ке. Ол 7,5 миллиграмм шығады. Баланы мұздай суға, ваннаға апарып, мұздай суға түсірмейміз. Температурасы басылады деген оймен. Және аяқтары салқын болмау керек. Аяқ қолдары салқын болмау керек. Аяқтарына, қолдарына мән беріңіздер. Қызу көтерілгенде балада интоксикация, адамда интоксикация жүреді. Сол кезде қан айналымы бұзылады. Яғни шеткі қан айналымдарына қан дұрыс бармайды. Сол үшін біз уқалап, қалыңырақ аяқтарына нәски кигізіп қойуымыз керекпіз. Алақандарын уқалап, оған жылынбай жатса грелка қоюыңыз керекпіз. Грелка болмаса бутылкаға жылы суды жинап, аяғына басып қоюыңыз керекпіз. Ұсыныстарды жасап көріңіздер. Сіздерге көмектеседі деген үміттемін. Балалар ешқашан ауырмасын, дендері сау болсын, мықты болсын. Сіздермен бірге болған Жұлдыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза өтіңіздер. Алдағы уақытта қызықты, пайдалы кеңестерді айтатын боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.